Неге мен паролім дұрыс емес? Мен кеше ғана осыған миллион теңге ақша салдым ғой. Неге дұрыс емес? Осындай жағдай онлайн ойын ойнайтындарға таныс болуы мүмкін. Мына экран артындағы алаяқтардан қалай сақтанамыз? Келіңіз бірге талдайық. Алдымен қарапайым әдістен бастайық. Ойындағы аккаунтты ұрлау. Алаяқтар сіз ойнайтын ойынға ұқсайтын жалған сайт жасайды, соның ішінде кіру батырмасы тұрады. Сіз логин мен парольді терген соң, аккаунтыңыз алаяқтардың қолына өтеді. Алаяқтар қолданатын кезекті әдіс бұл жалған скиндер мен заттар сату. Олар ойындағы заттың көшірмесін жасап, түпнұсқасына ұқсас атаумен суретпен шынайы деп сатып жібереді. Төлем жасағаннан кейін ештеңе келмейді. Кейде тіпті достық сауда арқылы уақытша айырбасқа сендіріп, затты өзіне алып алады. Жеңсең ақша аласың деген алаяқтық онлайн ойындарда да бар. Алаяқтар жалған турнир ұйымдастырып, қатысуға бастапқы жарна төлемін және жеке деректерді талап етеді. Төлем алынғаннан соң байланыс үзіліп қалады. Ойындағы шынайы сыйлықтар бұл алаяқтардың кезекті айласы. Мынаны істесең сыйлық ұтасың деп те алдайды. Roblox'та алаяқтар ойыншыларға Walmart'тан $100 сыйлық картасы немесе 25.000 ақш доллары сияқты ұтыстарды уәде еткен, бірақ оны алу үшін төлем деректерін енгізуді сұрайды. Бұл платформада көбінесе балалар ойнағандықтан олар ата-аналардың картасын тіркейді. Енді сақтану жолдарына тоқталайықшы. Ең алдымен әрбір ата-ана баласының ойнаған ойындарын және қай картаның тіркелгенін үнемі тексеріп отыру маңызды екенін түсіну қажет. Ойын ойнайтын аккаунттың логин мен паролін күмән сайттарға енгізбеу керек. Ойындардағы виртуалды тауарларды аларда сипаттамасын мұқият оқу қажет. Онлайн турнирлерге қатысарда да ұйымдастырушы жайлы оқып танысу шарт.